Армысыз. Эфирде өз бизнесім хабары. Ортопедиялық матрас жасап, нарықта өз орныңды табу. Бұл мақсатты іске асыру қаншалықты мүмкін? Сауалдың жауабын бүгінгі хабарымызда іздестіріп көреміз. Матрастың бірнеше түрі бар. Соңғы кезде ортопедиялық матрастар үлкен сұранысқа ие болып келеді. Содан болар оларда жасап шығаратын шағын цехтерде көбейіп келеді. Бәсекелестік көп болса да кәсіпкерлер осы бизнес арқылы нәпақасын тауып жатыр. Бұл бөлме біздің серіппе дайындау бөлмесі деп айтылады. Мынау 18-22 мм сым темірден станокта серіппе жасаймыз. Бұл серіппенің жасау несі арнаулы мамандар осындай үлгіде серіппе жасалғаннан кейін оны әкеліп мұнда басын бекіту несі жүреді. Мынау станокта бұл басын бекіту станогы. Бұл басы бекітілген серіппені келесі мынау станокта қаттылаймыз. Электр тоғыменен ток арқылы күйдіріліп қаттыланады. Сонда матрастың сапасы ұзарады. Қажетті құрал-сайманды да табу қиын емес. Қытайда немесе германиялық заманауи құрылғыларды өз талғамыңызға сай сатып алуға болады. Ал табылмай жатса, өз қолыңыздан жасай да аласыз. Құралдар Қытайдан алдырылды. Мынаны өзіміздің балалар қолдан жасап, жаңағы технологияға лайықтап өзі қолдан жасады. Өзіміздің Россияның несінен. Сым темірлер Қарағандыдан, Россиядан алып келеміз. Қаншалықты қымбат или қаншалықты? Қытайдан алып келгендердің бағасы 8 теңге болып жатыр. Біздер бұл жерде 7 теңгеден дайындаймыз. Ал бұл бөлменің ішінде ортопедиялық матрастың негізгі қаңқасы жасалынады. Арнайы құрал арқылы серпілер тізбектеледі. Матрастың көлемі де осы кезде анықталанады. Бұл бөлме серіппелерді жинау, біріктіру бөлмесі деп айтылады. Әр серіппенің екі серіппенің басына мынау спираль бекітіледі. Бір матрасқа, орта есеппен кіші матрасқа 180, үлкен тапсырыстарға 600-ге дейін барады. Бұл әр ненің қаттылығына, сапасына есептелген, әр қайсының өзінің өлшемі бар. Соған лайықталып жиналады. Ал келесі бөлмеде жасалынған қаңқаның сыртқы пішінін тігеді. 2 қабат арнайы төсеніш болуы қажет. Өйткені өнімді сату үшін ең бастысы оның сапасын жөнге келтіру дейді кәсіпкер. Бұл біздің ең соңғы жинау бөлмеміз. Бұл бөлмеде жаңағы дайын біріктірілген серіппелердің айнала қоршалып, қатты сым темірмен қоршалады. Оның үстіне клеенка салынады, жаңағы тесіп шықпау үшін. Оның үстіне жаңағы батпау үшін киіз саламыз, кашма дейміз, сол салынады. Соны салып болғаннан соң осында келіп, машинаменен мата, қаптама мата, бұл өзімізде бар, көрдіңіздер. Сол қаптама матаны айландыра, мынау лента жіппенен айландырып тігеміз. Екі жағы тігіліп болған соң, дайын матрасты қоймаға апарып қоямыз. Матрастарымыздың жаңағы бізге шыққан шығынымен кірісін несек, осы кіші матрастар біздерге 800-1200 теңге қалады бізде. Үлкен матрастардан 2000-ға дейін. Соны арқылы жұмысымызды өндіріп жалғастырып жатырмыз.
Бұл матрастарға сұраныс көп. Шетелдік өнімге қарағанда жергілікті цехта жасалынатын матрастардың бағасы арзандау болады. Жаңағы белгіленген норма бойынша жасалғаннан кейін осы матрастың толық дайын квадратын, 1 метрін біз 4600 теңгеге белгіледік. Осы қалада ең төмен. Себебі бұның барлығы біздің өзімізде жасалғандықтан біз осы бағаға тоқтап тұрмыз. Халықтың, тұрғындардың әлеуметтік несінде жаңағы орындау, тапсырыстарын орындау есінде. Матрас жасап шығару оңай кәсіп емес. Құрылғылары да қымбат. Сол үшін бастапқыда қомақты қаражат қажет болады. Бұл тұста банк қызметі қажет болары даусыз. Для предпринимателей мы можем предложить очень удобный инструмент, это универсальную кредитную линию, которая будет... Кәсіпкерлер үшін арнайы әмбебап несиеміз бар. Біріншіден қаржылай көмекті 5 және 7 жылға дейін уақытта ұсынамыз. Сондай-ақ кәсібінің желісін кеңейту үшін де несие қарастырылған. Ол 2-3 жылға беріледі, ал тендерге қатысам деген кәсіпкерлерге кепілдік бола аламыз. Бұл цех күнне 20-дан астам ортопедиялық матрас жасап шығарады. Жекелей тапсырыстары да аз емес. Біз бұл ортопед матрастарды бір күнде үлкен 2 адамдықты 10-ға дейін жасай аламыз. Ал кіші жеке адамдық ортопед матрастарды 20-ға дейін жасаймыз. Қазір мүгедектер қоғамының тапсырысын орындап 160 матрас дайындаудамыз. Бұл тұрған жеріміз дайын бұйымдардың қоймасы. Сұраныс үздіксіз десек болады. Біз жаңа тендерден ұтқандарды орындаймыз. Жеке адамдардың, осы жерде тұрғындардың тапсырыстарын орындап, қайта өңдеп береміз, жаңадан жасап береміз. Бұл кәсіп бір жылға жетпей-ақ өз-өзін ақтайды. Ең бастысы дұрыс бағытта жұмыс жасау және де сапасына үлкен көңіл бөлу. Іске сәт. Бүгінге осы, келесіде қайта жүздескенше.